Сәлем достар, мен сіздерге бүгін 4-ші класс Silver Reed 150 LK 150 машинасын қалай орнату керек, қандай бөлшектері болады, сол туралы ақпарат беріп өтетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Бұл машина негізі Қытайдан жасалған, өте жеңіл осындай машина. Бұл машинаны столға орнату үшін тегіс столдың бетіне қойып, мәселен түсір. Инструкция деген болады. Осы инструкция арқылы осы темірден бекітеміз. Осы инструкция арқылы мына жерде өзінің темірі бар, соған кигізіп, осыны бұрау арқылы столдың шетіне осылай бекітеміз. Екі жағына да, мына жағына да солай. Мына арасына шоламыз. Мына бекітеміз. Ең бірінші осылай бекітеміз. Одан кейін біздер кареткасы, машинаның кареткасы бұл шетінен емес, үстінен мына кнопка арқылы машинадан оңай алынып, оңай бекітіледі. Мына каретка машинаның үстіне қойылды. Одан кейін бізде мынандай нитенатяжитель дейді. Жіпті орнатуға арналған осындай бөлшектер бар. Мына таяғын осылай саламыз. Одан кейін мынандай мұрты жіп келіп тұратын. Мына жер былай бекітеміз. Мына бекіді бізде. Одан кейін мынаны бекітеміз. Мына неге? Мына жіпті беріп тұратын тоже құрамын осылай бекітеміз. Мына бәрін, мынаны орнаттық, мына таяққа, сосын мынаны орнаттық, мына былай қозғалуы келеді. Және мына төмендегі 3 осындай бөлшегін бір таяқтың бойына орнаттық, осындай бағытта. Одан кейін біздерде мына жерде өзінің орны бар, осы таяқты орналастыратын. Соған апарып саламыз. Мына біздің жіп келетін таяғымыз дайын болды. Мынау келесі бізде счетчик. Осы счетчикті каждый каретка жүрген сайын қатарымызды өлшеп көрсетіп отыратын, нешінші қатарға келгенімізді, неше қатар тоқтағанымызды көрсетіп отыратын счетчик. Оны мына жерде орны бар, соған апарып орналастырамыз. Мына счетчигіміз орналасты. Кареткамыз орнында. Енді жұмыс жасай беруге болады. Мына жіпті қалай өткізіп жұмысқа қолдану керек, соны көрсететін боламын. Мынадан жіпті бірінші өткіземіз. Содан кейін мына жерге алып келеміз. Сосын мынаған саламыз. Содан кейін мына мұртына келіп саламыз. Осыдан кейін бар кареткеге әкеліп орналастырамыз. 150 LK 150 машинасының кареткасында 2 жіп салып тоқуға болатын. Челногінде сонда 2 жіп салып тоқуға болады. Мен сіздерге қазір бір шамалы үлгі тоқып көрсетейін. Ол үшін мына несінен мұртынан жіпті ала тұрамын да, ең бірінші инеге жіпті айналдырып шығамын. Осылай. Ине қалай не істеп отырмын, соны көрсетейін. Осылай инемізге жіпті айналдырып орап аламыз да, содан кейін каретканың челногіне әкеліп жібімізді саламыз. Содан кейін барып мына мұртына салсақ болады. Енді біздерде бұл машинаның плотностын таңдап аламыз. Жіптің қалыңдығына байланысты мына жерде плотност бар. Мысалы, мына жіпке 5-ші номерлі плотносты таңдаймын да. Ең бірінші қатарда рычагтардың бәрі осылай тұрады. Мына счетчиктің бәрін 0-ге қойып аламын. Плотность 5-ге қойдым. Инелерімді бәрі жіп ораулы. Енді бірінші қатарда жүремін. Мына бірінші қатарда бізде инелердің бәрі тоқылып шықты. Осыдан кейін бізде мынандай грузикке тоқылған ілмектерді тартып тұратын темірін салуымыз керек. Бұл темірді салмайтын болсақ, тоқымамыз тоқылмайды, бәрі тарқатылып, жұмысымыз жүрмей қалады. Сондықтан бірінші қатар тоққаннан кейін осы грузикті ілуіміз керек. Міне ілдік. Ілгеннен кейін екінші қатарды уже былай. Міне тоқылды.
бес өте тығыз болып тұрған сияқты. Үлгі болғандықтан мен 7-ге салып тоқимын. Міне мынадай болып тоқылып жатыр. Енді осыны тоқымадан шығарып алу үшін инелерді жаппай-ақ былай жіпті кареткіден шығарып алатын болсақ, мына тоқып отырған үлгіміз инелерден шешіліп қалатын болады. Міне осылай. Мына тоқып алған үлгі болатын. Міне осылай етіп Silver LK 150-150 машинасы тоқиды. Және де айта кететін нәрсе, мына Silver LK 150 машинасының инелері әрбір 10 ине сайын осылай түрлі 10 ине розовыймен, 10 ине ақпен белгіленіп, 10 инеге бөлініп тұр. Бұл LK 150 машинасында 75-те 75, 150 ине бар.